Сәлем достар, менің осы каналымнан басқа қыздарымның каналы бар. Сол каналдың сілтемесін қазір описание бөліміне қалдырамын. Оған да тіркеліп, қолдау көрсетіп қоюларыңызды сұраймын. Барыңызға алдын ала рахмет. Енді сабағымызды бастайық. 89-шы сабақ құстар туралы не білемін зат есімнің жіктелуі деген тақырып. 23-шы тапсырма мәтінді оқиық. Құстардың ішінде ең қырағысы сұңқар. Оның көзінің өткірлігі сондай, бір шақырым жерде кішкентай жәндікті оп-оңай көре алады екен. Күн көзіне тік қарай алатын құс бүркіт, ал екі көзімен айналасына бірдей қарай алатын құс үкі ғана. Құстардың ішінде ең жақсы жүзетіні пингвин. Ол сағатына 30 шақырымға дейін жүзе алады. Енді осы мәтіндегі құстар туралы мәлімет жинауымыз қажет. Мынандай қысқаша қызықты мәліметтер даярлап қойдым. Мұқият тыңдап, естеріңізге сақтап алыңыздар. Бірінші құсымыз сұңқар. Сұңқарды әлемдегі ең жылдам құс деп атауға болады. Ол 1 секундта 4-5 рет қанат қағады. Ең шапшаң түрі лашын. Лашынның жылдамдығы 320 км/сағатқа дейін жетеді. Ең ірілерінің салмағы 2 килограммға дейін жетуі мүмкін. Сұңқар айбындылығымен, батылдығымен, күшімен және әдемілігімен ерекшеленетін құс. Бүркіт мықты және шапшаң аңшы құс. Бұл құс өзінен әлде қайда үлкен жабайы құстарды оңай ұстай алады. Бірақ көбінесе қоян, суыр, күзен, сарышұнақ, тиін, кірпі, түлкі, тасбақа секілді кішкентай және орташа келген басқа да жануарларға шабуыл жасайды. Бұл құс күніне шамамен 1,5 келі жемтік жейді. Бірақ азық болмаған жағдайда ол 5 күн бойы аш жүре алады екен. Оның денесінің ұзындығы 93 см болады. Ал ол қанатын құлаш жайғанда қанатының ұзындығы 2,5 метрге дейін жетеді екен. Бүркіттің ұясының диаметрі 2 метр, ал биіктігі 1,9 метрге дейін жетуі мүмкін. Келесі бұл үкі. Әрбір тышқан 1 килограмм астық дәндерін жеп қоя алады. Осылайша шаруашылыққа үлкен зиян тиеді. Ал үкілер бірнеше айдың ішінде мыңдаған дала тышқандарының көзін жояды. Жақын тұрған заттан гөрі алыс қашықтықтағы затты анық байқайды. Сондай-ақ жарықтан гөрі қараңғыда көздері жақсы көреді. Үкі басын 270 градусқа бұралады. Олардың көздері қозғалмайды, сондықтан табиғат бұл құстарға осындай мойын сыйлаған екен. Оның көздері 3 кірпіктен тұрады. Біріншісі жыпылықтауға, екіншісі көздерді қорғауға, ал үшіншісі ұйықтауға арналған. Ол хайуанаттар бағында 20-25 жыл, ал табиғи жағдайда 10 жыл ғана өмір сүреді. Мұның себебі аштық, демек тамақтың азықтың жетіспеушілігі. Оның құлағының сезімталдығы адамнан 50 есе жоғары екен. Демек ол алыстағы сыбдырды да өте тез жылдам естіп қояды. Келесі құсымыз бұл пингвин. Бұл пингвин сүйкімді және әдемі тіршілік иесі, сондықтан шығар олар көптеген мультфильмдердің кейіпкерлеріне айналды. Пингвиндер 70 миллион жыл бұрын ғаламдық жылыну кезінде пайда болды. Олар ұша алмайтын құстар. Дегенмен пингвиндердің алғашқы түрлері ұшуды білген екен, бірақ эволюция барысында бұл қабілетінен айырылып қалды. Судың астына 500 метр тереңдікке түсіп, 40 км/сағат жылдамдықпен жүзе алады. Бұл құстардың 17 түрі бар. Ең үлкен өкілі император пингвині. Оның биіктігі 130 см-ге дейін жетеді, ал салмағы 20-50 кг-ға дейін барады екен. Дауыстары есектің айғайына немесе қарғаның қарқылына ұқсайды. 24-ші тапсырмада сұңқар деген құстың атауы шығады. Енді кестені толтырайық. Сұңқардың көлемі дене тұрқы демек 45-55 см, салмағы 800-1200 грамм болады. 58 биологиялық түрі бар екен. Ең кішкентай ергежейлі сұңқар дене тұрқы 15-19 см ғана болады екен. Ерекше белгілері ол 1 секундта 4-5 рет қанат қағады, жерде 10 миллион жыл бұрын пайда болған екен. Қандай қасиеттері бар екен? Ешқашан басқа құстар салған ұяларды мекен етпейді. Әр сұңқардың ұрпағын асырайтын және өсіретін өз территориясы болады екен. Пайдасы көптеген өсімдіктерге зиян келтіретін тышқандар мен басқа кеміргіштерді аулайды.
25-ші тапсырма берілген жіктік жалғауларына сәйкес келетін зат есімдерді табуымыз қажет. Мысалы, баламын, қазақпын, адамсың, елшісің. Келесі, баламыз, әншіміз, доспыз, студентпіз. Бұл екі қатардағы жалғаулардың әртүрлі жалғану себебі: біріншісі бұл жекеше түрде, екіншісі көпше түрдегі жіктік жалғаулары. 26-ші тапсырма көп нүктенің орнына тиістік жіктік жалғауын қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз деген тапсырма. Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген. Мен оразбай емеспін, елдің жазықсыз, қылмыссыз адамымын. Біз бейбітшілікті сүйетін елміз. Сіз талантты ақынсыз. Міне осындай жалғауларды жалғаймыз. Сызбаға қарап, дәрігер сөзіне жазылған жалғауларды ажырат. Жіктік жалғаулар мен септік жалғауларын салыстырып, олардың өзгешелігін дәлелде деген тапсырма. Бірінші, дәрігермін, дәрігерсің, дәрігерге және дәрігерден. Енді қарайық. Дәрігермін және дәрігерсің деген бірінші, екінші жалғаулар, бұлар жіктік жалғаулары. Бірінші және екінші жақта берілген, ал дәрігерге, дәрігерден деген соңғы екі жалғау бұл септік жалғаулар. Мысалы, дәрігерге дегенде ге бар септігінің жалғауы, дәрігерден дегенде ден шығыс септігінің жалғауы болып табылады. Осымен 89-ші сабақта берілген тапсырмаларды орындап болдық. Каналға тіркеліп қойуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.